Кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, әулеттің көшін алға сүйреп келген абыз ақсақалдарымызға, жаулығын кірлетпей, арын арқалап келген аяулы аналарымызға, тілеулес туысқандарымызға, ел тірлігін түзетіп жүрген ел ағаларына қош келдіңіздер дейміз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Той құтты болсын. Ассаламалейкум, алейкум, ассалам. Той қонақтарының тұғыртасы биік болсын деп, той иелерінің қуанышы құтты болсын деп, шын көңілімізбен ыстық ықыласымызды сездіріп, тағы да бір қошеметтеп, бүгінгі дүбірлі тойымызды бастайық, қадірлі ағайын. Махаббаттың тілімен тілдесіп үлгерген, жүрегінімен үндесіп үлгерген қос ғашықтарымыз, білесіздер, ұлдарыңыз Нұрлан, келіндеріңіз Нұргүлдің бүгін үйлену тойы. Барлықтарыңыздың жылы жанарларыңызды осы бір кеште көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Олай болатын болса, той иелерінің қуаныш үшін тағы да бір қошеметтеп, тойды бастауға кірісейік, қадірлі ағайын. Құтты болсын, Әл-Фараби аға, Аида ханым, волновать етіп жүр. Страшно волновать етіп отыр. Бер жақындаңыздаршы, кеңіздерші. Сіздерді бір қуандық қойып бастайықшы той. Рахмет. Рахмет. О, бір ай бұрын, даже бір ай бұрын. Мына кісі үйленетін сияқты, мына кісі ұзатылатын сияқты, кәдімгідей дірілдеп, қалтырап, уайымдап, бұл енді баланың бақытына шын алаңдау, баланың бақытын ойлау. Алла қаласа, ас иесімен тәтті дейді, сіздерді ортаға шақырған себебіміз де сол, тойды бастайық деп отырмыз, жай ғана емес, арнайы Ақкенже дәстүрлі театрмен бірге бастаймыз. Қошеметтеріңіз болсын, олай болатын болса, Ақкенже дәстүрлі театрмен бірге.